Ассалаумалейкум достар. Бүгін Photoshop үйрену бойынша 6-шы сабаққа келіп қаппыз. 7-ші сабаққа келіппіз, то есть жарайсыздар. Осыны үлкен жетістікке жету үшін, үлкен бір дизайнер мықты енді жетістікке жету үшін аз-аздан кішкентай не істеу керек, қадамдардан бастау керек. Ол үшін осы Photoshop курсын осы кішкентай қадам жасаймыз. Осыны өзін жасап үйрену керек та. Ал мына жерде бір картина скачать етіп алдым мына кісіні. Осын алып Photoshopқа бая келіп саламыз. Осын қайдан скачать ету үшін мен сіздерге осы видеоның астында бұйырса сілтемесін салып қоямын. Үстіп қойып қоямыз. Петичканы басамыз. И осы кісіні таңдап, мына жерде өзіміздің алдыңғы сабақты үйрет Quick Selection'ды басамыз да, үстіп адамды белгілеп аламыз. И сосын мына жерде масканы басамыз. Көрдіңіз, арты өшіп кетті, фоны кетіп қалды. И осы адамды алып, муфтуды алып, муфтуды аламыз да, үстіп кішірет аламыз. Үстіп шетіне қойып қоямыз. И мына жерде Rectangle Tool деген төртбұрышты аламыз да, бүйтіп төртбұрыш сызамыз. Көрдіңіздер ғой, мынау обводкасын өшіреміз. Мынау заливка. Заливканы көк түске қоя салайық. Окей. Мынау слойды аламыз да. Муфту таңдап. Мынау шетінен бай, шетінен бай айналдырамыз. И осылай үлкейтсек болады. Үстіп әкелеміз да, үстіп қойамыз. Бай емес, бұны айналдырып келеміз да, үстіп осылай қойып қоямыз. Енді мынау үстіне шығып тұр ғой, мынау слойды алып, үстіне апарып қоямыз. Көрдіңіздер ме? Енді осы жерге текст жазамыз. И осы жерде бүйтіп үстін басамыз. Не деп жазамыз? Мен дизайнер боламын дейміз. И осыны аламыз. И мына жерден характерден кіріп кішірейтеміз. 12 дейміз. Бұл характер. Мына жерде характер кіреміз. И 14 дейміз. Сол муфтуды алып үсіп қойып қоямыз. Оны кішірейту үшін мына жерден де кішірейтсек болады. Мына жерде сап тұрып бай үсіп кішірейте аламыз. И осы шрифті Montserrat деген шрифт таңдап алдық. Птичканы басып аламыз. Болт деп тұр. Мына жерде өзімізге бай өзгеріп қойсақ болады. Қалың болып тұр, мына жерде одан да жұқасы бар. Окей. И осы жерде тағы шрифті қойып қойсақ болады. Мен дизайнер боламын деп жазып қойдық. Енді осын ұстаймыз да, муфты таңдап аламыз. Alt деген кнопканы ұстаймыз да, өйстіп артасына қарай тартамыз. Екі слой пайда болды. Енді осыны екі рет басамыз да, текстін жаза береміз. И өзіміздің Instagram профилімізді жазамыз. Мен өзімізді жазамын. Жанболат дизайнер. И муфтуды. Жанболат дизайнер таңдайым, муфтуды алам. И на шетінен алып барып тартам. Жанболат дизайнер деп қойдым. Көрдіңіздер ғой. Муфтуды алып тағы да бай жасасам болады. Alt кнопкасын тағы да ұстаймыз да. Үстіп апарып қойсақ болады. И муфтуды алып, тексттерді
әдемі қылып келтіріп қоямыз. Шетінен бүйтіп қойып қоямыз. Муфтуды алып, мынаны дизайнерді бүйтіп қойып қоямыз. И үстінен мынаны бассақ келтіруге болады. Например, осылай істеп аламыз. Міне біздің 7-ші сабағымыз осы. Аз-аздан үздіксіз осылай жасап отырсаңыздар, бұйырса иншалла үлкен бір дизайнерлер боласың жарысы, мықты бір жетістікке жететін шығарсыз деп ойлаймын. Бірақ тынбай, тоқтамай жұмыс жасай беру керек. Үй жұмысына осын жасайсыздар, сториске саласыздар, мені белгілейсіздер, мына Жамбо дизайнер деп. Мен инстаграмға белгілесеңіздер, мен қуанып қалар едім. Бұл да үй жұмысына осы.